Антикоррупциялық қызмет кәсіпкерді пара беруге итермелеген Алматы қаласының тұрғынын әшкереледі. Ол өзін құқық қорғау органының қызметкер ретінде таныстыра отырып, кәсіпкерлік субъектісіне қатысты тексеру шаралары жүргізіліп жатқаны туралы жалған ақпарат берген. Күдікті өз қызметін ұсынып, мәселені шешу үшін 390 мың ақш долларын талап еткен. Кәсіпкер алаяқтық әрекеттерге бой алдырмай, Антикорға хабарласты. Күдікті ақшаны алу кезінде ұсталды. Сондай-ақ аталған азаматтың тұрғылықты жерін тінту кезінде қосымша 470 мың ақш доллар табылды. Олардың қайдан алынғаны және ұсталған адамның басқа қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде. Сот күдіктіге қатысты қамауда ұстау бұлтартпау шарасын тағайындады. Тергеу жалғасуда. Қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес тергеу мүддесіне орай өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Сонымен қатар Конституцияның 77 бабына және Қылмыстық процестік кодексінің 19 бабына сәйкес адамның кінәлі екендігі заңды күшіне енген сот үкімімен танылмағанша кінәсіз деп есептеледі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет мемлекеттік органдардың қызметіне байланысты қандай да бір мәселені шешу сылтауымен алаяқтықтың, оның ішінде пара беруге итермелейтін жағдайлардың жалғастырып жатқанына назар аударады. Мұндай жағдайларда Антикорға хабарласуды немесе ұқсас фактілер туралы 1424 нөмірі бойынша колл орталыққа хабарласуыңызды сұраймыз.